А, Сіздермен Акелиус бағдарламасының платформасының артықшылықтары және оның пайдасы жақтарына тоқталып өтейін. Қазір мынау көріп тұрғандай Акелиус бағдарламасы қазір біздің неге іске қосылған. Сол бойынша біз бірнеше артықшылықтармен таныстырамыз. Бүгінгі таңда білім беру жүйесі үлкен өзгеріс кезеңін бастан өткеріп отыр. Қазіргі оқушы ол ақпараттық қоғамның өкілі. Сондықтан оны тек қана дайын біліммен шектеп қою жеткіліксіз. Және басты мақсат оқушыны өмірде білімін қолдана алатын, өздігімен дамытуға қабілетті тұлға ретінде қалыптастыру біздің мұғалімдердің жауапкершілігінде болып отыр. Енді бұл жерде мысал ретінде айтатын болсақ, егер бұрын оқушы тек грамматика, ағылшын тілінен грамматика немесе сөздерді жаттап жүрсе, бүгінгі таңда олар тек интернеттен ақпарат іздеп өз пікірін айтуға қабілетті болуы керек. Осы тұрғыдан мен өзім шет тілі маманы болғандықтан, соның ішінде ағылшын тілі оқытуда цифрлық технологиялардың тиімді пайдалану өте аса маңызды. Бүгін мен сіздерге сіздерге не көрсетіп тұрмын ғой, қазір. Сіздермен қазір ағылшын тілін қолданып жатқан Акелиус бағдарламасының платформасының планшет және жасанды интеллект негізінде ұйымдастырылып отырған мүмкіндіктер мен тиімді жақтарын пайдаланғым келеді. Қазір мына жерде бұның өзектілігі жиі кездестіретін мәселе оқушының тіл үйренуге деген ынтасының сөнуі. Құрғақ ереже немесе жаттанды сөздер баланың еркін сөйлеуіне тұсау болады. Сондықтан Акелиус бұл тұсауды кесетін тілді мақсат емес, әлемді тануда коммуникативтік кілт ретінде ұсынатын бірегей экожүйе. Қазіргі таңда оқушылардың қызығушылықтары ол кейбір оқушыларда төмен болып жатыр. Және дайын ережені жаттауға бейім болады көбіне. Сөйлеу дағдысының жеткіліксіз болуы ағылшын тілінде және сондай сияқты мәселелер туындап жатады. Сондықтан кейбір оқушылар тек кітаптағы мысалдарды ғана қайталап өтеді, бірақ олар қосымша өз ойын айтуға қорқады. Сондықтан Акелиус платформасы бұл кезде осы мәселені шешуге көмектесіп жатады. Және ол оқушыны тыңдауға, сөйлеуге және әрекет етуге үйретіп отырады Акелиус бағдарламасы. Яғни тілді мақсат емес, қарым-қатынас құралы ретінде қабылдатуға мүмкіндік береді. Бұл Акелиус дегеніміз не? Акелиус дегеніміз ең алдымен бұл жай ғана платформа емес, бұл планшет, интерактивті мазмұн және жасанды интеллекттің үндесуінен туған интеллектуалды кеңістік. Мұнда әр бала өз жылдамдығымен, өз биігіне қарай ұмтылады. Және егер дәстүрлі сабақта біз бәріне бірдей мысал талап қоятын болсақ, Акелиус болса әр оқушының жеке қабілетіне қарай бейімделген дербес траекторияға сызып отырады.
Акелюс бұл ағылшын тілін және орыс тілін оқытуға арналған халықаралық цифрлық платформа. Ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылып келеді. Және платформаның бұл басты ерекшелігі планшет, интерактивті тапсырмалар және жасанды интеллекттің үйлесуімен сай келеді. Оқушы планшет арқылы өздерінің жеке нелері бар, құлаққаптары, сол арқылы сөздерді тыңдайды, оны айтуға бейімделеді және жасанды интеллект оның айтылуына бірдей тексеріп отырады. Сонда Акелюс оқушының жас ерекшелігіне және деңгейіне өз қарқынын ескере отырып жұмыс жасайды. Бұл дәстүрлі сабақта барлық оқушыға бірдей жаңағы мысалы бір ретінде келетін болсақ, мысалы I am reading book, мен кітап оқып отырмын деген тапсырма берілсе, ал екіншісіне I have been reading book деген сияқты for an hour сияқты күрделілік тапсырма беріліп, олардың деңгейіне сай келіп отырады. Оқытудың педагогикалық негізі. Бұл оқытудың педагогикалық негізі ретінде негізгі қағидат бұл платформаның өзегінде Клейло әдістемесі де жатыр. Бұл бала тиімді грамматикалық қарқында дамитын болса, мысалы, сол жерде негізгі қағидаты бұның бала тиімді тілді грамматикалық қаңқа ретінде емес, тірі ағза ретінде қабылдайды екен. Және математиканы да, мысалы, табиғаттағы ағылшын тілінің призмасы арқылы немесе орыс тілінің функционалдық сауаттылығында арттырып отырады. Тек қана жаңағы тілдік қана емес, әртүрлі пәндермен тіл байланыста жүріп отырады. Акелюс платформасы бірнеше негізгі педагогикалық қағидаттарға сүйенеді. Ол біріншіден бұл құзыреттілік негізінде оқытылған, тек оқушы грамматиканы ғана шектелмей, ол білімді өмірде қолдана алады екен. Мысалы, өткен сабақта үйренген, мысалы, can деген модель етістігін, мысалы, тек қана жаттап қана қоймай, оны I can play the piano, I can swim, мен жүзе аламын, can деген мысалы істей алу қабілеті болатын болса, оны қолдана алады екен. Екіншіден, бұл коммуникативті әдіс қолданылады. Оқушы тіл арқылы қарым-қатынас жасауға, өз ойын жеткізуге үйренеді және топтық тапсырма дейік, мысалы, сол жерде де өзінің ойын еркін айтуға мүмкіндігі бар екен. Және де үшіншіден, бұл жерде бұл Клейло элементтерін енгізу. Значит, ол басқа да ақпараттар нәтижесінде дұрыс нәрсені қорықпай, еркін сөйлеуге дағдыланып, бұл функционалдық сауаттылықты арттыруға тікелей әсерін тигізеді екен. Осындай сабақтар дифференциация деген не? Дифференциация бұл Акелюс мүмкіндік алаңы. Ол қабілетті жоғары оқушыға шабыт қойып, ал қолдануға қажет ететін балаға сенімділік сыйлайды екен. Әсіресе кейбір сыныптарда әрине инклюзивті оқушыларды да кездестіреміз. Оларға да ешкімнің ешқандай қалыс қалмай өз бетінше дамытуына мүмкіндік береді. Сыныпта барлық оқушы мысалы бірдей болмайтыны белгілі. Сондықтан Акелюс бұл мәселені де шешеді екен. Оқу төмен оқушыларға жеңілдетілген, орта деңгейлерге стандартты бағдарлама ретінде, ал қабілеті жоғары оқушыларға күрделендірілген тапсырмалар беріледі. Мысалы, біріншіге төмен оқушыларға, например, сөздерді сәйкестендіру сияқты тапсырмалар берілсе, орта деңгейлерге сөйлемдерді толықтыр деген сияқты тапсырмалар, ал қабілеті жоғары оқушыларға кішігірім өзінің бір эссе сияқты немесе өз ойын жеткізуге арналған тапсырмалар бар.
Және инклюзивтілік деген жаңағы инклюзивтілікке тоқталып өтейін. Бұл жерде инклюзивті білім беруге де бұл Акелиус бейімделген. Баяу қабылдайтын оқушылар мысалы оған қосымша уақыт беріледі. Яғни ол тапсырмаларды визуалды аудио форматта ұсынады екен. Жоқ, мен бастап қойдым ма, қазір бітіп қалады. 118 деп болса емес па? Тыңдау тапсырмасы бойынша оқушы мәтінді қайта-қайта тыңдай алады және өз бетімен үйренуге мүмкіндік береді екен. Келесі бастауыш буындарда. Бастауыш буындарда мен өзім сабақ өткенімде ол жердегі жаңағы әртүрлі сандарға немесе ай кезіндегі қайталау кезінде бастауыш сыныптарда да Акелиус сиқырлы ойын әлемі оларға бір қызықты сияқты қабылдады. Мұндағы жасанды интеллектінің қатал сыншы емес, ол мейірімді тәлімгер ретінде қолдана алады екен. Ол баланың жаңа қатесін бетіне баспайды және де ол try again деген сияқты қайта талпынуға жігерлендіреді. Бұл бала бойындағы қателесу қорқынышын жеңетін ең тиімді психологиялық құрал. Және де Акелиус бастаушта бізде жаңағы кез келген оқудың іргетасы қаланып жатады. Сондықтан бұл жерде сөздік қорды сол жерде дамытады және тыңдау және оны дұрыс айтуға оларды жетелейді және ойын элементтер арқылы оқытуға бағытталған және планшет, мысалы Color the Animals деген ойын ойнап жатқан кезде жаңа сөздерді үйренді оқушылар. Бастауыш сыныпта ойын ретінде бұл өте қызықты тапсырма, қызыға оқушылар орындады сабақтың үстінде. Және де бастауыштағы рөлі. Бастауыштағы рөлі қандай? Бұл жасанды интеллект оқушының дыбыстауын тексереді, қателігін бірден көрсетеді. Бұл мұғалімге тәуелділікті азайтады және де баланың өз бетімен жұмыс істеуіне және мүмкіндік беріп, ең бастысы оқушы қателесуге қорықпайды. Себебі ол адам емес, жүйе түзетеді. Мысалы, оқушы TH деген бізде Z деп оқылады, соны жаңағы дұрыс айтпаса, try again деген сияқты қайтып көрсетуге мүмкіндік алады оқушы. Және бұл жерде тағы да қазір келесі 9-шы. Орта буында ше, орта буын. Орта буын ашылмай жатыр. Орта буын. Орта буын 5-ші және 9-шы сыныптар арасында ше. Бұл жерде слайд орта буын оқушыларына жауапкершілігін сезінеді екен. Өз бетінше шешім қабылдауға дағдыланады және автоматтандырылған бағалау жүйесінде оқушы өз нәтижесін цифрлық айнадан көргендей бірден көріп рефлексия жасауға үйренеді. Және ол оқу, жазу, сөйлеуді дамытады. Мысалы, жаңағы describe your favorite sport, өзіңнің сүйікті спортыңды сипатта деген кезде оқушы өздігімен жауап беріп, өзінің жауапкершілігін сезінеді екен. Акелиус арқылы олар өздігімен тапсырма орындап, жауапкершілігін жаңағы өмірге де дайындықтың маңызды кезеңі ретінде қабылдайды екен. Одан кейін қалыптастырушы бағалау. Қалыптастырушы бағалау бұл Акелиустан автоматты және үздіксіз
ретінде қолданылып отырады. Мысалы, жазу тапсырмада әр дұрыс үшін 1 рупай, қате үшін түзетулер көрсетіліп отырады. Оқушы бұл жерде өз нәтижесін бірден көріп, қай жерде қателескенін түсініп, дәстүрлі неден жаңағы дәстүрлі оқытудан қорқыныш тудыратын бағаны осы кезде жояды екен. Және де 21 ғасыр дағдылары ретінде бұл жерде уақыт және қауіпсіздік. Мұғалім үшін Акелиус уақыттың үнемделуі, рутиналық жұмыстың қазір арылып шығармашылық қанат қағуға мүмкіндік береді. Біз оқушы бойындағы тек тілдік емес, сонымен қатар сыни ойлау, цифрлық гигиена және дербестік дағдыларын қалыптастырады екенбіз. Соның ішінде Акелиус мұғалімнің уақытын үнемдейді, дәптер тексеруді азайтып, тәжірибелік жұмысқа уақытты көп бөледі екен. Планшет тек білім беру мақсатында қолданылмайды, оның артық контенттеріне шектеу қойылған. Мұғалім тек баланың сөйлеу дағдысын 21 ғасырдың дағдыларына цифрлық сауаттылық, сыни ойлау, дербестік, жауапкершілік деген жататын болса, бұл болашақтың табысты тудыратын негізі ретінде. Сонымен қатар мектептің имиджіне де жаңағыдай не келтіреді деп ойлаймын. Бұл жерде бұл мектепте мысалы Акелиус бағдарламасы қолданады, мысалы сондай бір не қалыптасады екен. Және қорытынды ретінде айтайын дегенім, бұл Акелиус бағдарламасы жай ғана платформа емес, толыққанды білім беру экожүйесі. Бұл Акелиус, планшет және жасанды интеллект үшеуі қосылған кезде оқушының тілдік, тұлғалық, цифрлық дамуына және қамтамасыз ететін тиімді шешім. Акелиус бұл инновациялық заманауи білімнің бренді. Бұл басқа барлық қалаларда Акелиус беріліп жатыр. Сондықтан бұл Акелиус жасанды интеллект және цифрлық мүмкіндіктер туралы және тек құрал ғана емес, мысалы Ахмет Байтұрсыновтың айтқан мектептің жаны мұғалім демекші, мұғалім қандай болса да мектеп сондай болмақшы деген едім. Және де бұл жерде цифрлық әлемде адаспауына жол көрсететін темір қазығы. Біз Акелиус арқылы жаңағы оған тек гаджет емес, әлемді тануға бағытталған ғылымның кілтін беріп отырмыз деп ойлаймын. Және күшті болуға бірлік керек дейді, және біздің мақсатымыз тек қана ағылшын, орыс тілін немесе осының ережесін ғана емес, сол арқылы әлемдік білімге де қол жеткізіп, бәсекеге қабілетті болуға баулу екен. Біздің ағылшын тілі қазір барлық елдерде ортақ тіл болғандықтан, оқушыны да соған біз жетелеуіміз қажет. Және ертеңгі күннің арасында алтын көпірміз біз, сондықтан технология мен педагогикалық шеберлік ұштасқан жерде ғана нағыз білім салтанат құрады. Және де бұл жасанды қазір және мен қазір бір нені ашсам осы Акелиус жайлы пайдаланған нелерімізді. Сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар болады. Саламатсыздар. Жаңадан қосылған мұғалімдер. Қайырлы күн, әріптестер. Майя, қалайсыз? Қалайсыз, саламатсыз ба? Ақтаулық әріптестеріңіз қосылған ба? Үшеуі де қосылған, өзімнің ақтаулық қыздарым. Иә. Сол әріптестерде сұрақ болса, әрине. Бәрімізге ортақ платформа, общая работа, общая платформа работы Акелиуса, эффективные методы обучения, насколько внедрена эта платформа в нашу жизнь, можно сказать, да? Жизнь школы. Я
Так, экран дейді, иә. Алған ба? Майя, сіздің әріптестеріңіз Ақтаудан планшет алған ба уже? Начали, да, работу? Жоқ, әлі барлығы алған жоқ. Біздің қыздар Жанора, кім Айсұлу және Жанар біздегі ақтаулық қыздарымыз. Сұрақтарыңыз болса бар ма екен осы не бойынша тағы да түсіндіріп өткенге? Мен бір ретте сұрағанымда жоқ деді ау деймін. Бұл жаңағы Акелиусқа негізі өзіңіздің почтаңыз арқылы тіркелесіз. Жоқ па? Вообще алмаған ба? Кім? Жаннура бар ма сендерде? Олардан бір рет сұрағанда жоқ деген сияқты еді. Они, по-моему, вас не слышат. Они и видео отключили, и голос отключили. Ақтаулық қыздар, Жанар, Айсұлу қыздар, сіздерде планшет берілді ма? Мен бір рет сұрағанымда жоқ деді қыздар. Жоқ, конференцияға қатысып отырған жоқ, ақтаулық әріптестер. Өшіріп тастаған видеоларында голос ладно, кішкене тыңдау керек қой, әріптестер. Майя, сіздің еңбегіңіз желге ұшып кетпесін. Қалай дайындалған? Уақыт бөліп жатырсыз. Иә, мен бос уақытым болып қалды. Бос уақытым деп те айта алмаймын. Акелюс болған екен қатысып отырмын да, әйтпесе жұмыс көп қой. Иә, айтпаңыз. Ой, сәлеметсіз ба? Жанара. Мынау ашылып тұр ма демонстрация? Сәлеметсіздер ма ата көрмегендерім. Кешіріңіздер, жаңа мектебімізде бір кішкене болып сонымен ақаулар болып жатыр еді ғой арасында интернет. Жаңа арасында естідім, бізге мектебімізге планшет келді, бұл IT мектеп лицейі. Бірақ әлі жұмысты бастап кеткен жоқпыз, себебі әлі қондырылған жоқ, нумерациялары қойылмады ма. Сонымен біз күнде әйтеуір жақын арада осы бастаймыз жұмысты. Бірақ енді дайын бізде отырмыз. Мен жаңа сұрай дегенім. Иә. Жаңа мына жерде айтылды ма, ол сұрақ айтылмады ма? Жалпы мына ертең болашақта да естілмей қалды. Иә, сұрай беріңіз. Естіп тұр ма? Иә, естіп тұр сізді. Сұрай беріңіз. Тағы да естілмей қалды. Естіліп тұр сіздікі. Сұрағыңызды қойыңыз. Әйтеуір тағы да ұстамай тұр. Бізде дауысыңыз естіліп тұр ма? Осындай интернет желісінен көбіне мүмкін проблемалар туындап жатқан шығар, мәселелер интернет жағынан, иә. Кейде біз планшеттер, кейде мектеп кезде ауа райына байланысты немесе кішкене қаладан алысырақ орналасқан жерлерде осындай ақаулар болып жатады. Планшетке қоса алмай жатқан оқушылар. Ол кезде біз екі оқушыны бірге отырғызып, немесе екеуінің жұптық сияқты қылып орындатамыз тапсырмаларды. Иә, кейде интернет жағынан қазіргі ақтаулық қызымыз үзіліп кетті ма, қалай? Жоқ болып кетті. Сондай мәселелер бойынша орындатып жатамыз. Басқа сұрақтарыңыз жоқ қой? Енді мына демонстрация бойынша түсіндірейін дегенім.
Бұл ойын ретінде көрсетілген кезде маған көбіне бұның ішінде бинго деген жағы қызық болды. Бинго дегенде көп оқушылар соны қызыға орындайды екен. Соның ішінде жаңағы сандармен жұмыс жасаған кезде оқушылар кейбір сандарды шатастырады. Мысалы, ұқсайтын сандар болады бір-біріне. Сол кезде оқушылар бір-екі нелер қиындықтар туды. Бірақ оны түсіндіру ретінде қайталап қою, жаңағы нені қайталап қою арқылы біз сол нені шеше алдық мәселені. Естімей атқан жағдайда қайта қою деген жерлеріне арқылы. Мен қазір таппай жатып, 7-де ма болу керек. Мысалы, мына жерде time деген уақыт ретінде қосылды, мысалы, айта кететін болсақ. Немесе бірінші занятие деп болған, ол жерде бірінші нелермен барлығымен танысып өтеді. Бүгінгі өтілетін, например, hello тапсырмасына, hello, значит, бір-бірімен амандасу кезіндегі. Сол кезде бірінші занятие деген жерде онымен таныстырады. Одан кейін екіншіде игра деген арқылы, ойын арқылы бала негізі қазір ойнап кетпей ма деген сияқты сұрақтарда туындап жатады. Ол ойын элементтерімен негізі көп оқушы есте сақтау қабілеттері дамып жатады. Тек қана қызықсыз сабақтан көрі олар ойын ретінде қолданса, ол да өте үлкен жетістіктерге жетіп жатады. Немесе жаңағы деңгейіне қарай осы жерде таңдауға болады. Мысалы, әртүрлі көмек алуға да болады. Colors деген, например, бұл жерде не түстер, түстер. Песня ретінде оның айтылуы, мен қазір оның видеосында түсіріп алған едім. Оқушылар жаңағы әнді бірге қосылып қызыға айтты. Және мына жерде грамматикалық жаттығулар бар. Ол грамматикаға да барлық жағына Акелиус өзінің артықшылықтарымен көрінді. Мына бір неде, айналмалы жерде, бұл жерде қайталау ретінде қолданылады. Ол жерден қосымша кешегі өткен тапсырмаларға көрсетіледі. Например, біріншісінде угадай деген сияқты, кроссворд ретінде, искусство ол өнер ретінде, және словарный карточки сөздік қорларын көбейту ретінде қолданылады екен. Жалпы осындай сұрақтарыңыз болмады ғой бүгіндікке? Сұрақтарыңыз жоқ қой? Өзіміздің нелерде ақтаулық қыздар басқа жоқ? Жаңа олар Ақтауға да жеткен екен планшет, енді оларды қолданып өздерінің мүмкін тәжірибесімен бөлісетін шығар осы неде. Келесі жиналыста мен сол туралы сөйлесіп көрейін. Егер де оларда да басқаша бір оқушылармен бірге бөлісетін бір нелер болса, тәжірибелері болса, алмасатын болсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы, біздің неміз аяқталуына азғантай уақыт қалды. Және аудирование ретінде мен қазір бингоны аша алмадым ғой, сіздерге мүмкін басқа бір неде шығар. Мен осы бір ойында мына төбесіне қарасаңыздар, әртүрлі әр тапсырманы ойнаған сайын төбеде мынандай А деген сияқты тиын жиналады екен. Әр тапсырмадан кейін осы тиындарды мына қасымыздағы неге өзгерте алады екенбіз. Мысалы, мен
Қазір 42 ақ екен, менде тең. Бұны өзімнің нем арқылы, почтам арқылы тіркелдім. Почта арқылы тіркейсіздер. Сөйтіп почтадан шығып, әркім өзінің почтасы арқылы, бұл жерде ең маңызды почта екен Акелюста. Значит, сол почта арқылы әр оқушы өзінің почтасын создавать етіп, сол почта арқылы кіріп, өзінің жаңағы жетістіктерін осы жерге жинай алады. Бұл тиында не? Бұл тиында қосымша нелер алады екен. Мысалы, бізде бір ойын ретінде да қосымша, например, 75-тен басталады екен бұл жерде. Мысалы, мынаның аның үстін мысалы басатын болсаңыз, мынандай мен дельфинда негізі менің нем жаңағы авамба дейді ғой, ава. Сол жерге астында мынау қалам арқылы ол жерге қосымша сіз нелер ала алады екенсіз. Қараңыз, сызу арқылы немесе текст арқылы жазу арқылы, мысалы дельфин деген сияқты, немесе оны қайта өшіру арқылы осындай нелерді пайдалануға күшті екен. Және де тағы да тиындарды қолдану, орнын ауыстыру арқылы сияқты қолдана алады екенсіз. Өте қызықты, егер де ашып көретін болсаңыз. Мысалы, мына жерде өзімнің несі жазылған. Сыз бұқылы. Мына жерде де өзіңіздің неңізді өзгерте аласыз настройка арқылы. Мына учетный записи мен өзімнің қолданған нелерім. Егер де басынан бастағыңыз келсе, удалить учетную запись деген бассаңыз, өзіңіздің тапсырмаларыңыз қайта орындалады екен. Сондай сияқты тапсырмалар бар, қызықты. Егер де оны өзіңіз дұрыс не ретінде, бағыт ретінде қолдансаңыз, өте пайдалы платформа. Жақсы, бүгінгі не көрсетейін дегенім осы. Мынау бір неден қазір көрсете алмай жатырмын. Мен тағы ашып көрейін. Так. Мысалы, мына жерде сіздерге көрініп тұратын болса, көрініп тұрса, мысалы, мынау А деген тиынмен сіз басына, например, не аласыз. Бірақ менікі жеткіліксіз, тиыным 42 ғана. 300-ге дейін төбесіне корона сияқты, немесе мынандай кепка сияқты ең арзаны, мынандай шляпа, немесе жаңа викингтердің несі сияқты шапка алуға болады. Немесе мынаны бассаңыз, неше түрлі көзілдіріктер, оның астында қанша тиын тұратын белгілі. Немесе мына галстуктардың түрлері сияқты осындайлар беріледі екен. Осыларды сіз қолданып, мына өзіңіздің дельфиніңізді өзгертуіңізге, тиын жинау арқылы өзгертуіңізге болады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Бірақ менде қазір тек қана 42, соны көбейтіп, мен келесі жиналыста, осындай зум жиналыста кішкене дамыған дельфинді істеп көрейін. Мына төбе жақта дельфинді өзгертсеңіз де болады. Мысалы, мына жерден ол енді өзіңіздің қарауыңызға қарай настройкада осындай сияқты. Жалпы осы келесте бингоны ашып көрейін. Бұл жерде мен қазір таппадым бинго дегенде. Бингоны ойнап жататын ек. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі жиналысым сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Және сұрақтарыңыз болса, осындай сияқты сұрақтарға қойып, сұрақтарға жауап беруге тырысайын.
Ал құрметті әріптестер, сіздерге өткенде мен осы жиналыс туралы Акелиустың көптеген артықшылықтарымен таныстырдым. Енді сіздерден сұрарым, өздеріңізде сұрақтар болса қойып отырсаңыздар. Мысалы жаңағы бұл платформаны көп қазір мектептерде, Қазақстан мектептерінде қолданып жатыр. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар, мен жауап беруге дайынмын. Так. Менде бір сұрақ бар еді. Бола ма? Қоя беріңіз. Жасанды интеллект осы мұғалімнің орнын басып кетпей ма, қалай ойлайсыз? Рахмет сұрағыңызға. Бұл жағынан өте орынды сұрақ. Бұл технология, бұл қазіргі кезде мұғалімнің орнын, мысалы біз тігінші тізгінін ұстаған болсақ, ол қазіргі технология біздің тұлпар сияқты болып келеді. Сондықтан жасанды интеллект рутиналық жұмыстарды, мысалы тексеру деген сияқты, немесе қайталау, өз ойларын айту, және де өз мойнына алғанда мұғалімдер ең басты құндылыққа, педагогикалық коучингке, немесе әр баланың жағын білуге уақыт табылады. Сондықтан Акелиус мұғалімді алмастырушы емес деп айтар едім, және оның мүмкіндігін еселетіп, интеллектуалдылық ассистент деп айтар едім. Бұл қазіргі білім беру саласында ең маңызды сұрақтардың бірі. Технология қазір мұғалімді алмастырмайды, және де керісінше оны күнделікті қайталайтын рутинадан құтқарып, мұғалімнің рөлін және шығармашылық стратегиялық деңгейде көрсетеді деп айтар едім. Мысалы, салыстырмалы түрде планшет және мұғалімді, мысалы Акелиус планшеттерін айтатын болсақ, мысалы планшет бізде грамматика, сөздік, автоматты тапсырмалар берілетін болса, мұғалім оны контекст, өмірлік тәжірибе құндылықтарын қолдана алады. Ал планшет, мысалы тағы да дұрыс бұрысты лезде жауап беретін болса, мұғалім оған неге қателестің, неге бұл осындай жауапты таңдадың деген сияқты себептерін айтып, оны жігерлендіріп отырады екен. Планшет үшінші жағынан эмоция жоқ планшетте, ол шаршамайды. Ал мұғалім ол жанашырлық, шабыттандыру деген сияқты өздерінің несін білдіріп отырады, эмоциялық жақтарын. Және басқару ретінде планшетті, мысалы, алгоритм бойынша жұмыс істейтін болса, ал мұғалім сыныптағы атмосфераны, тәртіпті, қызығушылықты реттеп отырады екен. Осындай сияқты мен сіздерге осының несін айтар едім. Рахмет сұрағыңызға. Тағы да сұрақтарыңыз болса, осы не бойынша? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Менде бір сұрақ бар еді. Интернет болмаған жағдайда қалай жұмыс жасайды? Бұндай жағдайлар туындап отырады. Өйткені интернет қазір барлық жерлерде жақсы ұстайды деп айта алмаймын. Бұл Акелиус жан-жақты таратылғандықтан кейбір жағдайда интернеттің нашар болуы мүмкін. Ол кезде біздің Акелиустың қосымша, мысалы сіздерге мына бір көрсететін болсам, жүктеп алу деген жерлері де бар. Мысалы Акелиуста сіздерге көрініп тұрған шығар, осы жерлерде жүктеп алу сияқты түрлері бар. Сол кезде оның жаңағы нелерін өзіңізге жүктеп алып, интернет ұстамаған жағдайда осыны көрсете алады екенсіз. Және де бұл интернет тек қана кейбір материалдарды ғана офлайн режимде қолдануға болады, ал толық функционал интернет арқылы іске асады. Және мектепте, мысалы, тұрақты интернет, мысалы, көбіне жүйелі жұмыс істейді. Әрине, бірақ Акелиус платформасының ең басты ерекшелігінің, артықшылығының бірі осы. Оның жаңағы интернет байланысы нашар, мүлдем жоқ. Шалғайдағы ауылдар, мысалы, келетін болса, бұл білім беруді тоқтатпау үшін жасалған, және қасына қосымша бізде роутер берілген осы Акелиус бойынша. Рахмет, өте орынды сұрақ. Өйткені кейбір өйстіп жиналыс жасап жатқан кезде бізде интернетіміздің нашарлауы болып жатады. Тағы да сұрақтарыңыз жоқ па?
Тағы да сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Сұрақ қояйыншы. Бұл Oculus'тың басқа да платформалардан айырмашылығы бар ма? Қандай айырмашылығы бар, егер бар болса? Иә. Бұл жағында мен көп платформаларды тартып көргенмін, иә. Бұл басқа айырмашылығы мен өзім байқағаным, значит, бұл тіл үйретуде бұл толық жаңағыдай бағытталған платформа. Oculus тек тапсырмалар жиынтығы емес, сонымен қатар оны әртүрлі тыңдалым да бар, айтылым да бар, оқылым да бар және жазылым да бар сияқты осындай нелері бар. Жақсы өзінің артықшылықтары. Көп платформалар тек мысалы тест немесе видеоға сүйеніп айтылатын болса, ал Oculus барлық дағдыны қатар дамытып жүреді. Мысалы, бейімделуге арналған оқыту, оқушының деңгейіне қарай, мысалы сіз мына экранда көріп тұрғандай А1, А2 деген сияқты оқушының біліміне қарай жоғарылауына алып келеді. Әлсіз оқушылар мысалы өзінің тапсырмасын деңгейіне қарай жайлап, күрделіге қарай өте береді екен, автоматты түрде реттеп отырады. Және мықты оқушыға күрделірек деңгейді мысалы осы бойынша ұсынып отыра алады екенбіз. Және бұл жеке оқытудың траекториясына қатысты мысалы айтатын болсам, айтылым дағдыларын ерекше көңіл бөледі. Оқушы мысалы дыбыс жазып өз дауысымен жауап беретін болса, дұрыс айтылымда үлгеріміне салыстырады, үлгімен салыстырып отырады. Визуал бойынша анимация, сурет, бейне, дыбыс қатар қолданылады. Балаларға түсінікті әрі қызықты формат, жаңағы джиксо сияқты тапсырмалары бар, құрастыра алады. Балалар өзінің инклюзивті оқушыларға да арналған тапсырмалары бар. Және де әр оқушы прогресті нақты көрінеді. Қай тақырыпта қиналып жатқан жүргенін анықтауға осы мына бір шеттегі не арқылы, если өзіңізге керекті тақырыбыңызға байланысты алып орындата аласыз. Сабақпен бұның үлкен байланысы бар. Мектеп бағдарламасымен өте жақсы үйлескен және сабақ жоспарына да оңай енгізіледі. Және де бұл қорыта айтарым бұл жерде, жай ғана бұл платформа цифрлық ресурс емес, сонымен қатар жеке оқушыға тілдік дағдыларын толық дамытатын, мұғалімге нақты бақылау беретін цифрлық экожүйе деп айтар едім. Рахмет, сұрақтарыңыз бар тестер. Тағы да болса келіп түсініп алсаңыздар болады. Егер де ашып қарасаңыздар, көптеген тапсырмалар бар. Болды ғой, иә. Так. Мынаны қазір остановить етейін. Сіздерге түсіндіріп өтейін. Мысалы, мен мына бір жерде Oculus'тың мына бірнеше жерін көрсетіп өтейін. 31-ді мысалы ашатын болсақ, бұл жерде задание, body parts деген ол дене мүшелері. Бұл жерде head және body, body значит ол бас пен дене. Бұл нені ашатын болсақ, әртүрлі бір слайдтар ашылады. My head. Бұл уже үйрету етеді. I wear a hat on my head. Hair grows on his head. Hair grows on his head. Head. Hands. Hands. Head. Hands. My body. She is washing her body. His body. His head. His body. His head. A dog has hair on its body. An arm. She has 2 arms. I put my arms up. 1 arm, 2 arms. 1 arm, 2 arms.
A leg. I use my legs to walk and run. A leg. The cow has 4 legs. The cow has 4 legs. Төрт аяғы бар деген сөз. A foot. I have 2 feet. He's wearing socks on his feet. A foot. A hand. A foot. A hand. My legs and arms are part of my body. Legs and arms are body parts. A slice of cake is part of the cake. Which part of your body hurts? My foot. Legs. Arms. Legs. Arms. Your foot is dirty. Part of a pizza. Part of a pizza. She puts her hand on my head. She puts her hand on my head. Хаттымды кетіппіз. She puts her hand on my head. Осының She өзі puts her қатені hand on көрсетіп отырады. body parts. Clothes. Body parts. Clothes. Мына киімдер. Дене мүшесі. Осындайды бөліп қарау түрлері бар екен. His legs are tired. He wants Arm. Leg. Arm. Leg. Сөйлем құрастыру керек. Which part of your body hurts? Қай мүшесі оның ауырып тұр. my head. I have 2 arms and 2 legs, but only 1 head. My hands and feet are part of my body. My hands and feet are part of my body. Осылай қайталап та тұрады екен. Міне осындай сізге не береді? Сіз, значит, 5 нені жинадыңыз. My ears. Енді келесінен ашып көрейік. Міне бинго деген жаңағы айтып отқан мен. Бұл жерде әр дене мүшені табу керек. Back. Back. Wrist. Wrist. Мысалы, егер қате болса, Feet. осылай. Feet. Feet мына. Neck. Neck. Neck мойын.
Ankle. Ankle. егер де жаңағыдай сіз дұрыс айтсаңыз, мынандай белгілермен әрқайсысы жабыла береді екен. Бұл жер түсінікті, иә. Енді осы жерде тағы да келіс бойынша 67 балл жинадым. Өткенде менде 42 еді. Сол сияқты мына жерде мен әлі де бұл неге жете алмай жатырмын. Сондықтан қазір тағы да бір нені көрейік. Қашан жететініміз сол кезде түсінікті болар деп ойлаймын. Шығып кеттім қазір, бір минут. Міне, қазір менде 72 болды. Көрдіңіздер ғой. Енді мен 75-ке жеткізген кезде ғана жаңағы нем қайтадан орындалады. Қараңыздар. Мен, например, мына бір жерді көретін болсам, 72-ге жеткізіп көрейік. Мына жерді қайталау ретінде. Furniture, ол жиһаздар. Bookshelf. Bookshelf. Curtain. Curtain. TV. TV. Flowers. Calendar. Calendar. Үйді құрастырып жатырмыз. Clock. Lights. Pictures. Pictures. Blinds. Blinds. Trash can. Trash can. Lamp. Lamp. Closet. Closet. Table. Table. Sofa. Sofa. Desk. Desk. Computer. Computer. Plant. Plant. Broom. Broom. Chair. Chair. Мен шақпақ алып қалдым. 3A. They hang the laundry. She cleans with a broom. She cleans the microwave. He empties the trash. Міне. He empties the trash. He cleans the kitchen with a cloth. He cleans the kitchen with a cloth. He cleans the kitchen with a cloth. They are cleaning the shelf. They are The ground is dry. The ground. The child takes a bath. The child takes a bath. They are giving the plants water. She is wiping the mirror. He is putting a blanket on the bed. Ой, жүру керек екен. Brushes тарап жатыр. He brushes his hair.
House cleaning. She writes date she won't clean. Немесе once clean your calendar иә мысалы сөйтіп белгілесек болады екен. She writes the date she wants to clean on her calendar. He uses a broom to clean the stairs. She puts flowers. He hangs his tools on the wall. She cleans. Егер де қате болса қайтып неғыла береміз. He hangs the towels to dry. Жауып атқан She сияқты. He wiped. Мен 5 деген балл алдым. Енді қараңыздар, осы жерде мен балды көбейте алмай жатырмын. Қазір She writes. шығып артқа дейтін болсам 72 She writes with a pen. көбею She керек. writes with a pen. She writes with a pen. Қараңыздар, мен қайтып кіріп көрейін. Міне мен 80-ге жеттім. 80-ге жеттім. Енді осы 80-ге мен бір не сатып алып көрейін. 75. Купить. Міне көрдіңіздер ме? Дельфиннің басына кепка киілді. Рахмет, осыны сіздерге көрсеткім келді. Сау болыңыздар.